Болған оқиға желісімен жазылған әңгіме. Қасқырдың өз балаларын өлтірген адамнан кек алуы. Бұл бала кезімде өзім куә болған оқиға еді. Қарақұмдағы бір құдықтың басында екі үй едік. Көршіміз Дүйсен деген шопан. Сол кісі бір күні біздің үйде әкеме бір әңгіме айтып отырды. Осы жерден көрініп тұратын биік төбенің баурайында мал жайылып жүріп, қасқырдың апанына кездесіпті. Апанның алдында 3-4 күшік ойнап жүріпті. Ертеңіне кетпен алып барып, інді ерінбей қазып, күшіктің бәрін ұстап алып өлтіріп тастапты. Ертең өсіп алғасын бұлар малға шабады Дүйсен, депті. Әй, бекер қылған екенсің, деді әкем оған ренжіп. Қасқыр көршісіне шабатын ба еді, енді бәле болатын болды, малыңа сақ бол. Тып-тыныш ұйқымды қандырып жүрген мені де қаралай түнімен мал күзеттіретін болдың-ау. Айтқаныңда 2-3 күннен соң Дүйсеннің 2-3 қойын қасқыр өлтіріп кетті. Одан соң тағы 1-2 рет. Жемейді, қойларды тек тамақтан өлтіріп кете береді. 20-дан аса малы шығын болды. Ал ол үйден 100 метр жүрде отыратын біздің отар аман. Бір күні түн ішінде Дүйсеннің үй жағынан шыққан ой байлаған жаман дауыстан бәріміз өре түрегелдік. Дүйсеннің әйелі зар жылап жүр. Не болған? Сөйтсек, қожайынның мал күзетінде жүргенін зерттеп алған қасқыр оның үйіне келеді. Киіз үй ыстық болғасын, түнемелік іргенің шиін ашып, киізін түріп қояды екен. Ол кезде Шопан байғұста қандай жөні түзу үй бар? Шиі ысырылған ашық іргедегі керегенің сағанағы сынық та. Ол жерде еңбектеген ересек адам еркін сыйып кететіндей тесік бар екен. Жан кешті қасқыр сол тесіктен кіріп, Шопан әйелінің құшағында жатқан емізулі баланы алғанда қашқан ғой. Баланың анасы әуелі қорыққаннан үні шықпай қалып, сәлден соң есін жиып барып ойбайын салған екен. Қасқыр тістеп кеткен бала тас қараңғы түнде қайдан табылсын? Ертеңіне таң ата жыртқыштың ізі шықты. Үйден шыға бір төбеден асып, екінші төбенің басына шыққан соң, тамағынан тістеп өлтірген сәбиді тастап кетіпті. Жемеген, денесін бүлдірмеген, тек өлтірген. Өлгеніне көзі жеткесін барып, сәби мүрдесін енді ала қойыңдар дегендей, төбе басындағы ашық шағыл құмның басына көзге түсетін жерге қалдырып кеткен. Болған оқиғаның бары осы. Бұл өмірде болған оқиға, яғни қасқырдың киелігі, қасқырдың көршісіне шаппайтындығы туралы куәлік ететін оқиға десек болады. Әңгіме ұнап жатса подписка басып қойыңыздар. Алдағы уақытта бұдан да қызықты оқиғалар саламын.